Саламатсыздар ма оқушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы толық ондықтар мен жүздіктерді көбейту және бөлу. Бүгінгі сабақта ондықтар мен жүздіктерді көбейту мен бөлуді үйренетін боламыз. Бірінші тапсырмамызда мынау бізде әртүрлі қалалардағы көпірлер берілген. Мына берілген тапсырмаларды орындай отырып, қайсысы қай қалада орналасқанын анықтайық. Ол үшін бірінші мына берілген есепті шығарайық. 750 азайтылған 3 көбейтілген 8 қосылған 56. Бұл жерде бірінші 3 пен 8-ді көбейту аламыз, 24 болады. 750-ден 24 азайтсақ 726 болады. Оған 56-ны қоссақ 782 болады. 782 деген ол Бруклин көпірі, ол Нью-Йоркте орналасқан екен. Келесі екінші есебіміз 300-ге 51-ді қосып 19-ға бөлеміз. Және шыққан санды 400-ге қосамыз. 300-ге 51-ді қоссақ 81, 19-ға бөлсек 9 шығады. 9-ға 400-ді қоссақ 409 шығады. Бұл дегеніміз Тауэрс көпірі, бұл Лондондағы, Ұлыбританияда орналасқан екен. Келесі үшінші тапсырма. 100-ден 36-ны азайтсақ 64 шығады. 18-ге бөлсек 8 шығады. 8-ге 700-ді қоссақ 708 шығады. 708 деген ол Астана қаласындағы Арқар көпірі екен. Келесі тапсырма. Есептеулерге қарап түсіндіруді жалғастыр деп. 20-ға 4-ті көбейт деген сөз, ол 20-ны өз-өзіне 4 рет қосқанға тең екен. 20-ны өз-өзіне 4 рет қоссақ 80 шығады. Немесе басқа жолы 2 ондықты 4-ке көбейтеміз деп есептейді екенбіз. Сол кезде 80 шығады. Келесі 8 ондықты 4-ке бөлсек 2 ондық шығады. 2 ондық деген бізде 20-ға тең. 80-ді 20-ға бөлсек 4 шығады. Оны былай түсіндірсек болады. 8 ондықты 2 ондыққа бөлсек 4 шығады. Келесі 200-ге 4-ті көбейт деген сөз, ол 200-ді өз-өзіне 4 рет қос деген сөз. Ол 800-ге тең болады. Немесе 200-дікке 4-ті көбейтсек 800-дік шығады. 800-дік деген бізде 800-ге тең. Келесі 4-ке 200-ді көбейтсек, демек 800-ге тең екен. 800-ді 4-ке бөл деген сөз, ол 800-дікті 4-ке бөл деген сөз. 800-дікті 4-ке бөлсек 200-дік шығады. 200 деген бізде 200. 200-дік деген бізде 200-ге тең екен. Келесі 800-дікті 200-дікке бөлсек, мәні 4-ке тең болады. Келесі 5-ші. 30-ды 2-ке көбейт деген сөз, 3 ондықты 2-ке көбейтсек 6 ондық шығады. 6 ондық деген бізде 60-ға тең. 2-ні 30-ға көбейту, ол 2-ні 3 ондыққа көбейтсек 6 ондық шығады. 6 ондық деген бізде 60-ға тең. 60-ты 2-ге бөлсек, яғни 6 ондықты 2-ге бөлсек 3 ондық шығады. 3 ондық 30-ға тең. 6 ондықты 3 ондыққа бөлсек 2-ке тең болады. 200-дікті 3-ке көбейтсек 600-дік шығады. 600-дік 600-ге тең. 3-ті 200-ге көбейтсек 600 шығады. 600-дікті 3-ке бөлсек 200-дік шығады. 200-дік бізде 200-ге тең. 600-дікті 200-дікке бөлсек 3-ке тең болады. 50-ді 2-ке көбейтсек 100-ге тең. 2-ні 50-ге көбейтсек 100-ге тең. Бізде мына осы берілген үлгі бойынша келесі бағандарды өздерін жазып шық деген. Соларды жазып шықтық. 2-ні 500-дікке көбейтсек, бізде 1000-ға тең болады. Келесі 1000-ды 2-ге бөлсек 500 шығады. 1000-ды 500-ге бөлсек 2 шығады. Келесі тапсырма, 6-шы тапсырма. Бізде мына түрдегі есеп берілген екен. Бірінші түсіндірме жұмысын жазамыз, сосын ары қарай оны шығарамыз.
Санды екі санның көбейтіндісін көбейту үшін алдымен бірінші көбейткішке көбейтіп алып, содан кейін шыққан көбейтіндіні екінші көбейткішке көбейтеміз. Мысалға, мына жерде 20 көбейтілген 4 дегенді бірінші 2 мен 10-ды көбейтсек 20 шығады, сосын 4-ке көбейтеміз. Сол кезде 80 шығады. Оны басқаша жолмен есептесек те болады екен. 2 мен 4-ті көбейтіп алып, оны 10-ға көбейтсек те, оның да мәні 80 шығады екен. Келесі 200 көбейтілген 4 дегенді 2 көбейтілген 100 және 14-ке көбейтеміз. Бұны басқаша 2 көбейтілген 4 көбейтілген 100 деп жазсақ та, бұл екеуінің мәндері өзгермейді екен. Енді 4-ші тапсырмада қарайық. 5-ті 3-ке көбейтіп және 12-ке көбейтейік. Біз оны мына түрде де 5 көбейтілген 3 көбейту 2 дегенді бірінші 3 пен 2-ні көбейтіп алып, оны 5-ке көбейтсек те, олардың мәндері өзгермейді екен. Екеуінен де 30 шығады екен. Сол сияқты 3 пен 20-ны көбейтіп алып 4-ке көбейтсек те, немесе 4 пен 3-ті көбейтіп алып 20-ға көбейтсек те, олардың мәндері әрқашан 240 шығады екен. Келесі, мына жерде 7 мен 2-ні көбейтіп 5-ке көбейтсек те, немесе 2 мен 5-ті көбейтіп 7-ге көбейтсек те, ол жерден 70 шығып тұрады екен. Міне осылай қалған есептерді осылай шығара береді екенбіз. Мына жерде 7-ді 4-ке көбейтіп 2-ке көбейтсек те, немесе 4 пен 2-ні көбейтіп, оны 50-ге көбейтсем де, олардың мәндері бірдей болады екен. 4-ті 2-ке көбейтеміз 8, 8-ді 50-ге көбейтсем, қанша шығады? 4 шығады. Келесі тапсырма, 7-ші тапсырма өтейік. Көбейтіндіні санға 2 тәсілмен бөлуге болады. Көбейтінді қандай да бір санға бөлу үшін алдымен көбейтіндінің мәнін есептеп алып, шыққан нәтижені бөлу керек. Міне мына жерде бірінші жақшаның ішін көбейтіп аламыз, сосын одан шыққан санды бөледі екенбіз. Көбейтіндіні қандай да бір санға бөлу үшін дейді. Қандай да бір санға бөлу үшін оны өзгеріссіз қалдырып, көбейткішті сол санға бөлу керек. Мына жерде мысалға 80-ді 4-ке бөлуге, сол кезде 80 мен 10-ды көбейтіп, 14-ке бөлсек те, немесе 8 мен 4-ті бөліп алып, оны 10-ға көбейтсек те, мәндері тең болады екен. Тура сол секілді 800 бөлінген 4-ті, бірінші 8 мен 100-ді көбейтіп алып, 4-ке бөлсек те, немесе 8 мен 4-ті бөліп алып, 100-ге көбейтсек те, олардың мәндері тең шығып тұрады екен. Мына түрде 200 деген санға тең болып тұрады екен. 8-ші тапсырма. Есепті шығар. Бізде мәтін есеп берілген екен. Мәтін есепте 5 тәттінан 200 теңгеге төленіпті. Ал 320 теңгеге қанша нан сатып алуға болады? Бірінші 200 теңгеге 5 нан алдық. Енді 320 теңгеге қанша нан алғанын табу үшін біз бірінші істейміз 200-ді 5-ке бөліп аламыз. Сөйтіп, бір нанның 40 теңге екенін тауып алдық. Енді осы бізге қанша нан сатып алуға болады деп тұр ғой. Сол үшін 320-ны осы 40 теңгеге бөлсек, 8 деген сан шығады. Демек 320 теңгеге 8 нан сатып алуға болады екен. Екінші есеп. Дүкенге 200 жай қарындаш және 300 түрлі түсті қарындаш әкелінді. Түрлі түсті 300 және жай қарындаш 200 екен. Осылардың 5-тен 1 бөлігі осы барлық әкелінген қарандаштың 5-тен 1 бөлігі сатылыпты. Енді қанша сатылмай қалды? Ол үшін біз осы екеуін қосып, оны 5-ке бөліп 1-ге көбейтеміз. Сол кезде 100-ге тең болды. Демек, барлық 500 қарандаштың 100-і сатылып, 400-і сатылмай қалып кеткен екен. Үшінші тапсырма.
Сырлаушы 30 метр қабырғаны сырлап, сырланбай қалған қабырға бар, иә? Ол жерде мынау 30 дегеніміз ол барлық қабырғаның 5-тен 1 бөлігіне тең екен. Барлығы қанша екені белгісіз, бірақ ол оның 30 метр квадратын сырлаған екен. Бірақ осы 30 метр квадрат деген осы барлық қабырғаның 6-тан 1-не тең екен. Енді біз қанша метр сырланбай қалған табуымыз керек. Ол үшін бірінші 30-дан қандай санның 6-тан 1 бөлігі 30-ға тең екенін табуымыз керек. Ол үшін 30-ды 6-ға көбейтсем, ол 180-ге тең екен. Демек, барлық қабырға бізде 180 метр квадратқа тең екен. Енді соның 30 метр квадратын сырлаушы сырлады, қалып кеткені 150 метр квадрат екен. Келесі тапсырма. Түсіндіре отырып есепте және дұрыстығын тексер дейді. 8 ондықты 2-ге бөлуіміз керек. 8 ондықты 2-ге бөлсек 4 ондық шығады. 4 ондық деген бізде 40-қа тең. Келесі 800-дікті 2-ге бөлсек 400-дік шығады. 400-дік деген бізде 400-ге тең. 900-дікті 300-дікке бөлсек 3 шығады. 400-дікті 2-ге бөлсек 200-дік шығады. 100-дікті 2 ондыққа бөлсек 5 шығады. 100-дікті 2-ге бөлсек 5 ондық шығады. 200-ге бөлсек 5 шығады. Келесі 6 ондықты 3 ондыққа бөлсек, мәні 2-ге тең болады екен. Келесі тапсырма 13. Мыналарды есептейді. 30-ді 3-ге көбейтсек 90. 2 ондықты 3-ге көбейтсек 6 ондық, 6 ондық деген 60-ға тең. 6 ондықты 3-ге бөлсек 2 ондық, ол деген 20-ға тең. 6 ондықты 2-ге бөлсек 3 ондық, 3 ондық деген бізде 30-ға тең. 888-ді 8-ге қосайық, осылай баған түрінде көрсетейін. Немесе былай шығарсақ та болады. 8-ді 8 қоссам 16 бір ойда. 8 ойдағымен 9 және 8-дің өзі. Келесі 450-ге 90-ды қоссақ 0, 9-ға 5-ті қоссақ 14, 400 бір ойда 540. 245-ге 6-ті қоссақ 5, 4-ке 6 қоссам 10 бір ойда, 2 ойдағымен 3, 305. 1000-нан 450 тасақ 550 болады. 666-ға 6-ны қоссақ, 6-ға 6 қоссам 12 бір ойда, 6 ойдағымен 7 және 6 ойдағымен 8. 343-ге 7 қоссақ, 3-ге 7 қоссам 10 бір ойда, 4-ке 1-ді қоссам 5 болады және 350 болады. 160-ның 80-ді айтсақ 80 болады. 520-ға 550-ге 200-ді қоссақ 750 болады. 300-ді 2-ге бөлсек 600 болады. 200-дікке 3-ті көбейтсек 600-дік болады. 600-дікті 2-ге бөлсек 300-дік болады. 300-дік дегеніміз 3-ге 300-ге тең. 600-дікті 3-ге бөлсек 200-дік шығады. 200-дік дегеніміз 200-ге тең. 11-ші тапсырма теңдік туралы болатындай жақшалар қойылды. Бізде 250 үшін жақшаны қай жерге қойған дұрыс? Бірінші қарайды. 30-ға 20-ны қоссақ 50, 50-ді 2-ге бөлсек 250 шығады. Мына жерге қойған дұрыс. Келесі 5-ті 20-ға бөлсек 100, 100-ге 30 қоссақ 130 шығады. Бірінші мына жерге қойған дұрыс. Келесі мына жерге екеуін қосып алсақ 600, 600-ді 2-ге бөлсек 300 шығады. Демек мына жерге қойып отырмыз. Келесі
400. Бізге 100 керек, енді 200-ді 2-ге бөлсек 100 шығады, мына жерде 100-ге 400 қоссақ 500 шығады. 200 шығу үшін 60 пен бірінші 40-ты қосып аламын, 100 шығады, 100-ден 200 шығады. Ал мына жерде 359-ға бөлінбейді, демек жақша мына жерге қойылады екен. 450, 459-ға бөлсем 50 шығады екен. 12-ші тапсырма. Есептерді шығарып тастайық. Бірінші 300-ның артында 0 бар, е? 0-ді тіркеп жазып қойыңыз. Енді 390-ға 45-ті қосамыз. 5-ке 0-ді қосам, 5 болады. 9-ға 4-ті қосам, 13. 13, 3-ші түсіп 1 ойда. 4-ке 3-ті қосам, 7, одан 8. 835 мың шығады екен. Келесі. 29 мыңға 80 мыңды қосу үшін бірінші 29 пен 80-ді қосып алсақ, қанша шығады? Бізде 109 шығады. 109 демесе, артына 3 нөлді тіркей салады екенбіз. Сол сияқты мыналарды өздеріңіз шығарыңдар. Келесі 13-ші тапсырма. 13-ші тапсырмада түсіп қалған сандарды қойып. Есептейік. 6-ға 4 қосам 10 бір ойда. Бұл жерде 6 деген сан түсіп қалған. 8-ге 1 қосам 9, ойдан 10. Демек 6 мен 1 түсіп қалған екен. 0-ге 5 қосам 5, 1-ге 1 қосам 2, 6-ға 3 қосам 9. Демек 1, 0 және 6 деген сандар түсіп қалған. Келесі 10-нан 7 алам 3 болады. 9 қалды ғой. 9-дан 7 алсам 2 қалады. Енді бұл жерде бізде 6 демек. Есептеп көрейік. 10-нан 7 алам 3 қалады. 6-тан 1 қарыз алып қояды. Келесі мына жақта 9 қалды, 9-дан 7 алам 2 қалды. Мына жақта 6 еді, одан 1 қарыз алып 5 қалды. Кесіп көрейік. 7-ге 3 қосам 10 бір ойда, 7-ге 2 қосам 9, одан 10 бір ойда, 5 еді, оған 1-ді қосам 6 болады. Келесі тапсырма. Қандай саннан? Менің ойымша 0, одан 1 алайық. 10-нан 1 аламыз 9 болады. Мына жақта енді 9 қалды ғой. 9-дан 5 алам 4 болды. Мына жақта 9 қалды, 9-дан 7 алдым 2 болды. Қосып көрейік. Енді есептеп 9-ға 1 қосам 10 бір ойда. 4-ке 5 қосам 9, ойдан 10 бір ойда. 7-ге 2 қосам 9, ойдан 10 болады. Сонымен оқушылар бүгінгі біздің 3-ші сыныпқа арналған сабағымыз соңына келіп жетті. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау саламатта болыңыздар.